Қайырлы күн, салам алейкум. Біз қазір миофасциалдық массажды жасап жатырмыз. Бізде қазақтарда болған, аталарымызда құян үзу деген ұмытылып қалған техника, жазылмаған, зерттемеген, сондықтан ұмытылып қалған. Бүкіл білім қазір Америкада, США-да. Мінекей мынау жігітте ауырып келді, денесі ауырып келді. Мінекей арқасында мен қатып қалған, бүрісіп қалған бұлшықеттерді тауып, солардың шандырып былай бүктеліп қалады. Ең қатты бүктелген түйіршіктер болады. Оның қолының сезімі болу керек. Солар тауып қысқанда бұлшықет жайылады, орнына келеді. Айырмашылығы қандай? Жай массажда ондайды қатып қалған бұлшықет тапқанда уқалайды, сипалайды, кішкене жібігенше сосын кетеді. То есть до конца жасамайды. Неге? Білім жоқ, сосын ауыртқысы келмейді. Мынау ең бірінші қысқанда бұлшықет ауырады. Сосын оны орнына келгенде жайылғанда ауырған басылады. Қазір мен конкретно сол массажды жасап тұрмын. Сосын бүкіл нелерді денені өткеннен кейін бұлшықеттерді поштучно әрқайсысы бұлшықеттерді нетемін, қолмен орнына келтіремін. Сосын еще маймен жайып уқалаймыз. Сондықтан денені регенерация деп орнына келтіруге болады. Бұл қандай ауруларда? Любой жерде бізде 640 бұлшықет бар. Любой жерде қысылып қалуы мүмкін. Онда дене қатып қалады. Біз медицинаға барса айтады, неврит дейді, остеохондроз дейді, дәрі береді, физио береді, жай массаж береді. Егер қатты қалса, онда ем уақытша болады. Біз мынандай методикамен полностью неткенше жазылғанша жасаймыз. Сол. Қазір консультация бесплатно, келіңдер, көрсетіңдер. Денеде тауып көрсетемін. Қай жерде проблема. Егер бұлшықеттерді сіңірлерін орнына келтірсе, ауырғаны кетеді, орнына келеді, ауру да кетеді.